Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз workbookпен жалғасады. Past simple, яғни regular and irregular verbs. Алдыңғы сабақта бұл не екенін мен сіздерге түсіндіргем, яғни бұл өткен шақтағы ішіне жасалатын жаңағы етістіктің дұрыс етістік және бұрыс етістікпен оның барлығын мен сіздерге түсіндіргем, иә. Енді біз не өтеміз? Біз бүгін workbooктағы тапсырмалардың барлығын осы тақырыпқа байланысты өтеміз. Exercise number 1. Бұл жердегі етістікті біз берілген етістікті, яғни біріншісі бізде regular verbті беріпті, дұрыс етістікті, және де irregular verbті қатар етістіктерді берген екен, дұрыс емес етістіктерді. Соны біз екінші формаға, бірінші ed жұрнағын жалғайды екенбіз, иә. Одан кейін екінші формаға жалғап қояды екенбіз. Оны біз қалай орындадық? Оны біз мінеки regularда бірінші direct, directed, like, liked, act, acted, play, played болады. Келесі buy, bought, buy дегеніміз сатып алу, bought, сатып алды. Екінші формада have, had, go, went, know, knew, make, made, write, wrote. Okay, next exercise number 2. Екінші тапсырмада біз мына үлгідегідей қарап орындауымыз керек. Яғни берілген болымсыз сөйлемді болымдыға айналдырамыз, жай сөйлемді болымсызға айналдыруымыз керек. Мінеки, you didn't write a story yesterday. You wrote a story yesterday. Келесі екіншісінде she didn't know the answer to the question. The third, we went to the cinema. The fourth, we didn't like that new video game. The fifth, they bought tickets for the theater. The sixth, Amy didn't eat a lot before she went to school. The seventh, she designed the new computer game. The eighth, сегізінші, I didn't meet Simon at the drama competition. Next exercise number 3. Бұл жердегі берілген кестенің ішіндегі сөздерді мағынасына қарап бірінші тауып аламыз. Одан кейін барып соны past simple өткен шаққа қойып шығады екенбіз. Окей, біріншісі бізде Dad and I traveled to London. London болғаннан кейін Лондонда, яғни бізде міндетті түрде travel болады, саяхаттау. Бұл дұрыс етістікке біз ed жұрнақ жалғадық мінеки. Және де екіншісінде we see дегеніміз бізде дұрыс емес етістік, сондықтан so деп қойдық. So an amazing production деп кетеді. Ары қарай үшіншісінде бізде the actors sang and danced for 3 hours. 3 сағат бойы билеп және де өлең айтты. Sang. Екінші формада sing дегеннен шыққан. Ары қарай төртіншісінде wore болады. Wear деген киіну. Wore яғни киінді. Бесіншісі бізде didn't want, яғни not want болғандықтан I didn't want it to end. Келесі алтыншысы бізде didn't eat, яғни бұл жерде бургер болған соң eat алдыға didn't eat. Ары қарай жетіншісінде бізде had. Сегізде бізде went болады. Went home, яғни үйіне азанда барды деген сөз. Okay, next exercise. Next exercise бұл жерде берілген кестенің ішіндегі сөздерді біз өзіміз құрауымыз керек. Мен мінеки осылай етіп құрадым. Бұл жерде әр оқушы өздері құрау керек екен. Алты сөйлем. Біріншісінде I went on holiday in France. Мен Францияға өзім демалысымда бардым. She met new friends at school. Ол мектепте өздері достарын кездестірді. Omar had a party in April. Сәуір айында Омар бір кішігірім жиын жасады. We went to the theater yesterday. Біз кеше театрға бардық.
мына жердегі ішіндегі сөздерді қолданып өткен шаққа құрайды екенбіз, құрап жатырмын. Ары 5-шісі they watched a good film. Олар жақсы фильм көрді, қарады. 6-шысы бізде I traveled by plane in last year. Мен өткен жылы ұшақпен саяхат жасадым. Ары қарай соңында бізде мына buy a new bike дегенге you bought a new bike in last weekend. Сен өткен аптада жаңа велосипед сатып алдың. Бұны сұрақ ретінде де қойса болады. Мінекей осымен біздің сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде мен арнама жазылыңыздар. Сабақты күнделікті орындаймыз бірге. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.